Сәлем баршаларыңа, бүгін сіздермен бірге осындай ассорти компотын дайындайтын боламын. Менімен бірге видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркелмеген жандар болса тіркеліп, осылай пікірлеріңізді қалдырсаңыз болады. Ең алдымен осылай банкілерімізді 7-8 минутқа булап, қақпағымызды 3-4 минутқа қайнатып аламыз. Буланып, стерилденген банкімізге осылай жуылып, тазаланған жемісімізді салатын боламыз. Некемен де алма кішкене үлкенде осылай кесіп, одан кейін слива, ерікті салып алдым. Енді үстіне қайнап тұрған суымызды құйып, 10-15 минутқа қоятын боламын. Енді осы суын қайттан кастрюлемізге құямыз. Осылай құйып аламыз барлығын. Осы суын жақсылап қайнатып аламыз. Екі литрлік банкіге 200 грамм, 3 литрлік банкіге 300 грамм қантымызды салып осылай жапсаңыз болады. Осылай. Енді үстіне қайнатылған суымызды осылайша құйып, банкілерімізді жақсылап жауамыз. Осылайша жақсылап ауа кірмес үшін осылай жақсылап бұрап жауып, кішкене қанты ерігенше аунатып аламыз. Осылайша біздің ассорти компотымыз дайын. Осылайша енді төңкеріп жылы көрпеге орап қоямыз 2-3 күнге. Некемен видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарияңызды жазып кетіңіз.